Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әсем күндеріңізге сәттілік тіледім. Ал бүгінгі санымызда сіздермен бірге осындай керемет тәтті тағам түрін пахлава әзірлейтін боламыз. Дәмін достар айтып жеткізу мүмкін емес. Ол үшін менімен бірге дайындап, шаймен ішіп көрсеңіздер болады. Олай болса достар, міндетті түрде рецептін сақтап, отбасыңызға дайындап беруді кеңес беремін. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Кез келген дастарханыңыздың сәніне айналатынына кәміл сенімдімін. Олай болса достар, дайындауға кірісеміз. Пахлава дайындау үшін бізге 120 грамм қант, біраз қасық ванилин, біраз қасық қопсытқыш, жартас қасық тұз, ішіне 200 мг жылы сүтімізді құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Оған бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ағын салып, барлығын қосып жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Одан кейін 120 грамм қаймағымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болған соң ішіне бөлме температурасына жылып тұрған 70 граммдай сармайымызды салып, үстіне бөліп ұнымызды салып, жақсылап тұрып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сармайымызды ұнымызбен жақсылап тұрып үгітіп, жұмсақ қамыр илейміз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай біздер қамырымызды біріктіріп алдық. Ендігі жақсылап тұрып илейміз. Бізде жұмсақ қамыры болу керек. Қамырымызды илеп болған соң целлофанымызға салып 10-15 минуттай демалдырамыз. Қамырымыз демаламыз дегенше біз сиропын әзірлейтін боламыз. Ыдысымызға 300 мг суымызды құйып, ішіне 200 грамм қантымызды салып, отқа қойып, сиропқа айналғанша қайнататын боламыз. Жартылай қайнады дегенде үстіне 100 граммдай лимонды кесіп алып, суын үстіне сығатын боламыз. Дайын болған сиропымызды оттан түсіріп суытып қоямыз. Одан кейін бізде 300 грамм грек жаңғағын осындай блендермен уатып аламыз. Жақсылап уатып алған жаңғағымызды ыдысымызға салып, үстіне 200 граммдай қант қосып, міне қантымызды қосып, бір ас қасық корица қосатын боламыз. Әркімнің бұл жерде әркімнің өз қалауы, корицаны қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Жай жаңғақпен секерді араластырсаңыз да болады. Жақсылап тұрып барлығын араластырып, дайындап қоямыз. Алмамызды дайындап болған соң, пахлавамыздың үстіне құйып шығатын 230 грамм сармайымызды ыдысымызға ертіп суытып қоятын боламыз. Барлығын жасап болған соң, демалған қамырымызды алып, жақсылап тұрып, ұнымызды араластырып, бір илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болған соң, екіге бөліп, бір-бірлеп қамырымызды оқтауымызбен жая бастаймыз.
Осылайша ұзынша етіп әбден жұқарғанша қамырымызды жақсылап тұрып ысқылайтын боламыз. Жұқа етіп қамырымызды жайып шығамыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды жұқа етіп жайып шықтық. Ендігі жайылған қамырымыздың үстіне жаңағы дайындаған салмамызды салып, сармайымызды жағып дайындайтын боламыз. Алдыменен жайып болған қамырымыздың үстіне суыған сармайымызды осылай жеткілікті етіп құйып шығамыз. Құйылған сармайымызды осындай етіп үстіне барлығын жеткізіп жағып шығатын боламыз. Қамырымыздың үстінде түгелдей сармайымызды жағып болған соң, жаңғақ пен секер араласқан салмамызды сеуіп, жеткілікті етіп жайып шығатын боламыз. Осылайша жаңғақ салмамызды салып болған соң, қолымызбен жақсылап тұрып біркелкетіп барлығына жеткізіп, бұрыш-бұрышына дейін жеткізіп, жақсылап тұрып жағып шығатын боламыз қолымыздың көмегімізбен. Ендігі жағып болған соң, осылайша төртке бөліп, бір-бір қамырдан алып, көріп тұрғандарыңыздай дөңгелектеп, шетінен бастап орайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай төрт қамырымызды да бірінен соң бірін аунатып, біркелкетіп, бірдей етіп орап шығатын боламыз. Осылайша достар, орап болған қамырымызды противенімізге алып, жақсылап тұрып жайғастырып, артық шеттерін пышақтың көмегімен кесіп тастаймыз. Осылайша менде екі қамырымда бүткіл противеніме сиіп шықты, артық шеттерін кесіп алдым. Осылайша екінші қамырымды да дәл осылай етіп салмамды салып, барлығын дөңгелетіп орап шығатын боламын. Артық шеттерін пышақпен кесіп аламын.
Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай менің противенмен барлығы сыйып шықты. Енді қалаған формамызға келтіріп, мейлі 4 бұрышты, мейлі 3 бұрышты болсын, әркімнің өзінің қалауынша барлық қамырымызды, оралған қамырымызды турап шығамыз. Қамырымызды турап болдық. Енді 2 жұмыртқаның сарысын алып, үстіне 50 мг сүтімізді құйып, жақсылап тұрып араластырып, пахлавамыздың үстіне жақсылап тұрып жағып шығатын боламыз. Жұмыртқамызды жағып болған соң, үстіне жаңғағымызды қойып, барлығын басып қойып шығатын боламыз үстіне. Жаңғағымызды түгелі қойып болған соң, қызып тұрған пешімізге 170-180 градусқа алдыменен 15-20 минутқа пісіріп қоятын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай 15-20 минут пахлавамыз пісті. Ендігі арасына жақсылап тұрып шет-шеттеріне ертілген сармаймызды құйып шығатын боламыз. Бұл жерде арасын кессеңіздер де болады. Барлығын жақсылап тұрып орталарына, шеттеріне майымызды құйып шығатын боламыз. Одан кейін қайтадан пешімізге 40-45 минуттың аралығындай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне достар, менің пахлавам дайын болды, көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі үстіне жаңағы суытып дайындаған сиропымызды құйып, араларына жақсылап тұрып, молынан құйып шығамыз. Шет-шеттеріне барлығына құямыз. Жартылай құйып, пахлаваларымызды кесіп алатын боламыз. Міне осылай етіп, өзіміздің келтірген формамызды үстінен бастырып, пахлаваларымызды кесіп шығамыз. Одан кейін қалған сиропымызды құйып тастаймыз үстіне. Одан кейін пахлаваларымызды бөлме температурасында 2-3 сағатқа әбден сиропы сіңгенше қойып қоямыз. Одан кейін қалауыңызша тұтына беруіңізге болады. Міне достар, менің пахлавам суыды, 3-4 сағаттай тұрды. Ендігі жақсылап тұрып шай іше берсек болады. Достар, дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Өзінің бір ерекше тіл үйретін дәмі бар. Рецептін міндетті түрде сақтап, үйде отбасыңызға дайындап берсеңіздер болады. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.